Қызылорда облысы Шиелі ауданында мынау қазіргі таңда мынау Шорабаевтың жеке базарында мынау көбінесе саудагерлер отырмайды. Жаңа Еркеғали Әбдірахманов деген кісінің назарына ұсынам. Мынау отырмаған саудагерлер қазір мынау Шорабаевқа не за что налог төлеп отыр ма, мен түсінбей отырмын. Осы мәселені мынау қолға алып шешіп беруді сұраймын. Өйткені себебі өзі орында жаңағы жоқ, орында жоқ, алайда налог төлеп отыр. Не үшін төлеп отыр налогты, мен түсінбей отырмын. Не үшін төлеп отыр налогты, сонда мен түсінбей отырмын. Постоянно клиент барғанда жабық тұрады. Жабық тұрады. Постоянно жабық тұрады. Мына барған кезде. Мына аяқ киім сататын жаңағы магазині де, продукт сататын магазиндер, мынау лапкілері, киімнің сататын лапкілер киім. Сонда налогты не үшін төлеп отыр мына Шорабаевқа? Өзбектер жағы да жабық тұрады постоянно. Мына киім сататын жағы, тамақ сататын жағы. Не үшін сонда бұл кісілер налог алып отыр? Мен түсінбей отырмын саудагерлерден. Егер жабық тұратын болса, магазиндері, сосын мынау лапкілері. Осы мәселені де қолға алуды сұраймын. Осы заңды ма, заңсыз ба налог жинап отқан саудагерлер шықпай мынау базарға, Шорабаевтың. Осы мәселені де тексеруді сұраймын. КНБ-ның назарына, прокуратураның назарына, сосын әкімнің назарына, Аманат партиясы, мәслихаттың назарына ұсынамын. Осы налог департаментінің назарына ұсынамын. Осы мәселені заң бойынша қадағалауға алуды сұраймын. Мынау Шиелі аудандық Әбдіғани Шорабаевтың базарын қадағалауға алуды сұраймын. Сосын мынау электронны сауда деген бар. Мына Каспий арқылы алып жатыр көбінесе. Мынау электрондық саудаға байланысты, базарлардың мына сапасы болмауына байланысты келешек мынау базарлардың саудасы да жаңағы төмендейді деп мен ойлаймын. Өйткені себебі қазір электрондық 21-ші ғасыр электрондық жаңағы жүйе болғандықтан. Мынау премьер-министріміз өзі де айтты кезінде, мынау электрондық мәселелерге байланысты мына базар заманауи болу керек, осындай барлығы жөнді болу керек деп. Алайда мынау сауда деген, мынау қазақ атамыз айтады, сақал сипағанша дейді. Мына халықтың құқын таптай бермей, мұқтаж адамдардың құқын таптай бермей, дұрыстап жұмыс істеуді және заңмен қадағалауды сұраймын. КНБ-ның назарына ұсынамын.